Assalamualaikum, bizlerді күзетіп барушы aziz insanlar. Бүгін bizlerдің үйімізге меймандар келді. Мен анама салаттың затларын турап бердім. Ол мейманларға сұлу етіп дастархан жайдық. Bizlerде осындай сұп-сұлу дастархан шықты. Сұлулығына баға бердің. Гүлназ сіңлімізге қарап атыр. Ал Ділназ болса осы уақытта стакандарды шығарып атыр еді. Екеуміздің қолымыз босағанда сіңлімізге қарадық. Қонаққа кетті һәм бізде аш болғанның себеплі зат жеп алдық. Мен мамамның қасында ыдыс табақларды жуыстым. Оф, қонақ келген кезде дастархан жайып жайсың, бірақ жинағың келмейді. Айтпақшы, ыдыс табақ жумай тұрып, дастарханды да жинап алдық. Жинап жүріп, ішіміз пісіп ойнап та алдық. Бізде сіздерге дастархан жинап жүріп, өзіміз хақында да айтып берейік. Бізде туылған кезімізде мен Ділназден 5 минут алдын толдым. Соның себеплі маған Гүлназ деп ат қойған. Бізде кішкенелігімізден, бірлерімізден затымызды қызғанбай екіге бөліп жегенбіз. Айтпақшы, бізде туылғанымызды айтыппыз, бірақ туылған күнімізді айтпаппыз. Біздің туған күніміз 2015 30 июньда. Өзіміз хақында қысқаша мағлұматтарды айтып дастарханды да жинап тастадық.